Сәлеметсіздер ме? Сабақ онлайн каналына қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін әдемі құттықтау немесе ашық хат немесе шақыру билет жасауға да болатын бір әдемі жақсы программамен, ең оңай программамен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін сіз Play Market'тен осы программаны тартып алуыңыз керек. Ол программаның аты Play Market'тен жүктеп аласыз. Мына жерде Movie Studio деген мінекей программа бар. Осы программаны сол Play Market'тен жүктеп аласыз. Енді ішіне кіресіз. Ішіне кірген соң міне түрлі шаблондар шықты. Сатылымдағы программалар да бар, және былай бос тегін түрлері де бар, шаблондар бар. Енді мен сіздерге құттықтау жасау немесе ашық хат жасау үлгісін көрсеткім келіп отыр. Мінекей бір шаблон таңдайық. Мына жерде VIP деп жазылып тұрғандарға тиіспей ақ қойыңыздар. Ол программалар жағы сатылымдағы программалар. Мейлінше тегін түрлеріне жүгінген жөн. Әрі қарай мысалға мына шаблонды алсақ, 100% енеді қазір. Болды. Енді мінекей дайын суреттер шыға келді бізге. Енді біз мына суреттердің орнына өзіміздің суретімізді қойып өңдеуіміз керек. Ал мына музыка деген жағы бар. Replace дегенді басып, өзіңіз қажетті ұнататын музыкаңызды қоюға болады. Бүгін біз музыка қоймаймыз, бірақ осы музыка жарайды бізге. Әрі қарай суреттің үстін түртеміз. Қажетті суреттерді таңдаймыз. Мысалға мен отбасымның суреттерін таңдап алайын. Енді Done дегенді тағы басамыз. Міне өзі қойып береді қазір. Мінекей дайын болып шықты. Егер де сіздерде кейбір шаблондарында мынандай жерінде текст деген тұрады, сол тексттің орнына өзіңіздің текстіңізді жазып өңдеп алуға болады. Ал мен бүгінше тек суреттермен ғана шаблон жасадым, видео жасадым. Әрі қарай музыка қоймаймын мен. Енді қарап көрейік. Осында керемет қылып видео жасауға болады. Бұл да 100%-ға толу керек. Бізде көп мына белгіше 100% қылып аламыз. Ары қарай Save альбом дегенді басамыз. Save альбом деп аталады. Save